Әлемді билеген Әмір Темір патша өлім аузында жатқан кезде ең жақын уәзірін шақырып алып, былай деген екен: үш өсиет айтам. Мен өлген кезде осы үш өсиетімді орында деген екен. Біріншісі, мен жаным шығатын кезде, өлім сәтінде жатқан кезімде, қасыма дүниенің ең мықты тәуіптерін, емшілерін, табиптерін жинап қой деген екен. Екінші, менің кеудемнен жаным шығып, қабірдің басына алып кетіп бара жатқан кезде, алтын тилляларды жол бойы шашып барыңдар деген екен. Үшінші, мені қабірдің басына кебінге орап кетіп бара жатқан кезде, кебіннің екі шетінен менің екі қолымды шығарып қойыңдар деген екен. Сонда бұның мәнісін сұраған кезде, тәуіптерді жинап қой дегенім, бүткіл әлемнің тәуіптері, табиптері жиналса да, ажалдан сенің жаныңды арашалап алып қала алмайтындығына мына халықтың көзі жетсін деген екен. Тіллә алтындарды жол жөнекей шашсын дегені, бүткіл дүниеге ие болсам да, бүткіл алтын күмістің егесі болсам да, оның барлығы осы жердің бетінде қалатындығын көрсін деген екен. Кебінге орамай екі қолымды бос қойсын дегені, ана дүниеге осы әлемді билеген патша болсам да, еш нәрсе алып кете алмай, құры қол кетіп бара жатқанымды көрсін деген екен. Осыдан насихат алайық.